біздің Ержігіт пен Асылзаттың алғашқы перзенттері егіз болсын деген ниетпен осы егіз жігіттерді алдарыңызға алдырып отырмыз. Апа, сіздер батырсыздар. Бұлар Қара Батыр елінің сері жігіттері, мамасы батырлар бұлар. Өзі өнер нағаш жақтан келеді ғой, бұлар да пашти батыр ғой енді. Менің жанымда Нартайдан қалған Сырнайды жанына серік еткен біздің сері жігітіміз Нурдаулет деген сері жігіттеріңізге бір қол соғып қойсаңыздар болады. Арғы шетінде енді осы қазақты қара домбырасын арқалап, жүз әнді демалмастан шырқай білетін Құрманбек атамыздың қасиеті сіңген Бакдаулет деген сері жігіттеріңіз. Осы екі перзенттеріңіз әміре атасы сияқты шетел сахнасынан танылсын дегендеріңіз бір қаттырақ қол соғып қойыңыздар. Осы ілгерде бір ауылдың төбесінде автобус аударылып қап, екі апамыз әңгімені соғып отыр дейді, ана ауылдың төбесінде автобус аударылып қапты ғой, ішінде адам бар ма екен десе, екінші апамыздың айтқаны ғой, адам дейтін адам жоқ, іш толған әртістер деген екен. Әртістің өзі адам деп құрмет көрсетіп отқан сіздерді құрметтеріңізге әнімізді жұбына қыламыз. Қабыл алыңыздар ағайындар.
киген қалқаның, исі жұмар қалқаның, ей қалқаның. Камзол киген қалқаның, исі жұмар қалқаның, ей қалқаның, ей қалқаның. Рахмет. Енді осы сыйлы елдің қуанышы болған кейін ілгерде Дінмұхамед Қонаев атамыз осы сыйлы елін әлемге танытқан азамат. Германияға сапармен барған кезде Германияның канцлері Дінмұхамед Қонаевқа қарап тұрып, айналайын Димашан, ақты қонған көл аман ба, атқа мінген ер аман ба, қазақтың әнші сазгері Шәмші аман ба деген екен. Сонда Димаш атамыз іші жылқап қазақты Шәмші арқылы тани деген ғой деп, осы Алматыға келген кезде өзінің жолдасын Нұрғиса Тілендиев атамызға менің алдыма Шәмшіні әкеңдер деген екен. Сонда Нұрғиса Тілендиев атамыз Шәмші атамызды 2 күн іздеп, Алматының бір кішігірім кафесінде ішіп отқан жерінен тауып алып жуындырып, Дінмұхамед Қонаевтың алдына апарған кезде Шәмші атамыздың аяғы дірілдеп, Димаш ата, мен бұл ішуімді қоям, соттамаңыз деп жатса, Дінмұхамед Қонаевтай дана айтқан екен. Айналайын Шәмшан, сен мені кешір, осы мен барыңда сенің бағаңа жетпеппін. Қазақтың атын әлемге танытып жүрген саған 1000 алғыс, мен саған Алматының төрінен бір бөлмелі пәтердің кілтін берем деген екен. Сонда бұрынғының адамдар дана болған ғой. Димаш ата, мен ол бір бөлмелі пәтерді не қылам? Мына Шәуілдір Шымкенттің арасында жол нашар еді, соны жөндеп берсеңіз деген екен. Сонда айналайын Димаш Шәмшан, саған жол да болады, үй де болады деп, осы Алматының төрінен бір бөлмелі пәтердің кілтін берген деседі, сол Шәмші атамыздың әуелеген әндерін әдемілеп жеткізіп жатқан осы егіз ұлдарыңыз. Енді бұл енді Шаян елінен келді дегеннен кейін бұл кісілердің әнұраны бар өзі. Алғабасым деген әдемі ән бар. Бұны білмейтін енді шаяндық жоқ ағайындар. Бұны қазір шыққан меймандарымыз орындаса, әншілеріміз сәл ұят болып қала ма деп, осы меймандарымыздан бұрын осы әншілер орындап берсе деп жатырмыз. Апа енді бәріміз білетін ән. Қуанышқа келіп отырмыз, жақсылыққа келіп отырмыз. Білетіндеріңіз қосылып отырыңыздар енді, білмейтіндеріңіз қол соғып отырыңыздар. Қабыл алыңыздар, алғабасым.
елін танытқан Қарды тойғанға дейін қанға да сәлем бермей, қарын тойғасына ұйқысы келетін халық ұрпағымыз. Енді осы халық сұраса хан тиесін сояды дейді. Біз алдымен енді сіздің сұрауыңызды қабыл алып, осы Шәмші атамыздың, мен өзі Созақ жерінің Шолақырғанның топырағын аулап өскен азаматпын. Жаңа Шаянның әнұранын айтып алғамасын деп, біздің әнұран теріскей. Сол Шәмші атамыздың теріскейін алдымен шырғап берейік. Одан кейін ұйқысыға отқан адамдар болса, ұйқысына шайық деп жылдам нөрлей жіберетін боламыз. Қабыл алыңыздар. Ай
той құтты болсын. Сіздер